Баршаңызға сәлем. Бүгін ағылшын тілін не себепті үйрену керек? Неге басқа тілдермен салыстырғанда ағылшын тілі оңай және қалай жарты жолда тастап кетпеуге болады, сол туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы айтқанда, ағылшын тілін білсеңіз, сізге үлкен мүмкіндіктер есігі ашылады. Кругозорыңыз үлкейіп, ойыңыз өзгереді. Ағылшын тілінде миллиардтаған адам сөйлеседі. Яғни, қай елге барып саяхаттасаңыз да, қай жерге барсаңыз да, сіз ағылшын тілін білсеңіз, нан сұрап, жол сұрай алатын боласыз. Егер сіз оқушы болсаңыз, әлемнің топ университеттерінде оқитын боласыз. Ал жұмыс жасайтын болсаңыз, айлығыңызды 2-3 есеге өсіре аласыз. Жалпы айтқанда, ағылшын тілі басқа тілдермен салыстырғанда өте оңай. Мысалы, Қытай тілі, Жапон тілдері сияқты ағылшын тілінде шексіз иероглиф жоқ. Ағылшын тілінде небәрі 26 әріп бар. Сол 26 әріптің қалай оқылатынын, дыбысталатынын білсеңіз, сіз уже ағылшын тіліне бір қадам жақындайтын боласыз. Ағылшын тілінің грамматикасы европалық тілдердікі сияқты күрделі емес. Ағылшын тілі, орыс тілі, қазақ тіліндегі сияқты жалғаулар көп емес. Ода тек тәуелділік жалғау бар және де көптік жалғау бар. Осы екеуін оңай әрі тез үйреніп алсаңыз, ағылшын тілін сіз ермін-еркін сөйлей алатын боласыз. Ағылшын тілін қалай жарты жылдан тастап кетпеуге болады? Ағылшын тілін тастап кетпес үшін біріншіден өзіңіздің мақсатыңызды айқындап алыңыз. Сізге не себепті ағылшын тілі керек, соны білсеңіз, сосын өзіңізге партнер тапсаңыз, яғни ол да ағылшын тілін үйренгісі келетін адам. Бір-бірлеріңізді жетектеп, бір-бірлеріңізді тексеріп, бір-бірлеріңізбен сөйлесіп жүрсеңіз, сіз ағылшын тілін қалай үйреніп кеткеніңізді, қалай тез мақсатыңызға жеткеніңізді байқамай қалатын боласыз.